Шымкент қаласының тұрғындары 5 қаңтар 2022 жылы тәртіпсіздік орын алған барлығымызға белгілі. Мен алдыменен полиция қызметкерлеріне бүкіл Шымкент қаласының тұрғындарының атынан өзім алғысын білдіргім келіп отыр. 24 сағат күнді күн, түнді түн демей жұмыс жасап, халықты тәртіпке шақырып, халықтың барлығын сабырлыққа шақырып, сабырлыққа келтірген үшін мен ойлаймын, бұның бәрі полиция қызметкерлерінің арқасы деп. Шымкент тұрғындары бәріне мен алғыс айтқым келеді полицияларға. Бірінші, олардың арқасынан бәрі тыныштық болды. Осы біздің өзіміз Нұрсатта тұрамыз, Нұрсатта болған нәрселерге біз өте ойымдадық. Полицейского круглосуточно істеп, соны бәрін тыныштық қылып, порядок қылып, соған бәріне алғыс айтқым келеді. Үлкен сол семьясында отбасыларға тек қана тілейтін денсаулық. Бірінші, балдарымыз бәріміздің аман болсын. Сол өздері жұмыстары сол алға баса берсін. Тек қана осылай жақсы нәрселерді көп көріп жатырмыз. И так полициялардан действительно бұлардың арқасынан бәрін тыныш болып, солардың арқасынан осылай жүргенімізге өте үлкен рахмет бұларға. Амандық болсын.